Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында осындай клубника в шоколаде жасап үйренетін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен құлпынайларымызды жуып аламыз, жақсылап. Ысқыламаймыз, қатты мұжбаймыз, тек осылай жақсылап жуып шығамыз барлық құлпынайды. Одан кейін барлық құлпынайларымызды осылай салфетканың үстіне орналастырып шығамыз. Барлығын осылай орналастырып алғаннан кейін екінші салфетканы алып, құлпынайларымыздың үстін қатты баспаймыз, осылай суын сүртіп шығамыз. Тек қатты мұжып алмаңыздар. Енді құлпынайларымыз дайын болғаннан кейін шоколадты алып микроволновкада ертіп аламыз, немесе водяной баняда ертіп алсаңыздар болады. Біркелкі барлығы еріп араласу керек, жақсылап араластырып аласыздар. Осындай шұңғыл ыдысқа құясыздар. Мен осындай бокалға құйдым. Енді құлпынайларымызды алып осы шоколадқа батырып аламыз. Менде ұзын шпажка болмағандықтан зубочисткаға салдым. Осылай құлпынайдың дәл ортасынан тығасыздар да шөбін осылай артындағы бір шетке жинайсыздар, жапырағын. Осылай бір жинап алып, шоколадымызға барлық жеріне тигізіп батырып шығамыз. Міне осылай батырып алғаннан кейін кішкене сырғытамыз, шоколадын ағызамыз. Одан кейін тарелкаларымызға орналастырып шығамыз. Егер сіздерде ұзын шпажка болса, осындай шұңғыл бокалға тұрғызып қойып кептірсеңіздер болады. Менде шпажка ұзын болмағандықтан тарелкаға салып кептіріп алдым. Барлық құлпынайларымызды осылай шоколадқа аунатып алғаннан кейін бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен кокосовый стружкамен жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген нәрсемен сәндей бересіздер. Осылай барлық құлпынайларымызды сәндеп алғаннан кейін морозильникке қойып шығамыз. Енді морозильникке салып шығамыз. Міне достар, біздің клубника в шоколадымыз дайын. Уже жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.